Аузубиллахи минашшайтанирражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Шаш пен тырнақты өртеуге бола ма? Шаш пен тырнақты мәселесі жайында ғалым Хафиз былай дейді: мен имам Ахметтен адам алынған шашы мен тырнағын не істесін, оларды көму керек пе, әлде лақтырсын ба деп сұрағанымда, ол маған көмсін, өйткені Әзіретті Омар радиаллаху анху оларды көметін деген екен. Сондай-ақ ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да дуалаушылар дуалап тастамасын, шаш пен тырнақты көміңдер деген екен. Ендеше алынған тырнақ пен шашты көмген ұнамды іс болып табылады екен, бірақ міндет емес екен. Алынған тырнақты көму ұнамды әрекет, өйткені пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның алынған тырнақ пен шашты көмуді кеңес еткендігі риуаят етіледі. Бірақ бұл міндетті түрде көму керек деген сөз емес, қоқыста тастасаңыз да болады. Ал алынған тырнақты унитазға немесе жуынатын жерге тастау ұнамсыз әрекет болып есептеледі. Сондықтан лажы болса, алынған тырнақты унитазға тастамауға әдеттенген жөн болып табылады екен.